Қалайсыңдар достар? Бүгін біз достармен, сыныптастармен бірге ойнайтын иә немесе жоқ деген ойын ойнаймыз. Кім қаншалықты күшті жауап беретінін көрейік. Туған күніңе осындай сыйлық алар едің? Әскерге шақырту. Осындай мектепте оқығанды қалайсыз ба? Ескі мектеп. Осы футболшы әлем чемпионатын ұтқанын қалайсың ба? Криштиану Рональду. Өмір бойы осындай мамандықта жұмыс істер ме едің? Гинеколог. Осындай машина сатып алар ма едің? Toyota Land Cruiser. Досыңа осы сыйлықты сыйлар ма едің? Кітап. Осындай үйде тұрар ма едің? Таунхаус. Емтиханнан осындай баға алар ма едің? 5. Бір ай бойы осы тамақты жер ме едің? Манты. Айлық жалақың осындай болғанын қалар ма едің? 85.000 теңге. Сөмкеңде үнемі осы заттың болғанын қалайсың ба? Зарядка. Тоңазытқышта осы сусынның толып тұрғанын қалайсың ба? Боржоми. Тойыңда осы әнші өлең айтқанын қалайсың ба? Мұрат Әбілда. Ата-анаңа осы сыйлықты сыйлағаныңды қалайсың ба? Toyota. Тоңазытқышта осы жануардың еті толып тұрғанын қалайсың ба? Шошқаның еті. Осы қалада өмір бойы тұрғаныңды қалайсың ба? Шымкент. Осы ютубердің видеосына түскенді қалайсың ба? Мистер Бист. Осы конкурсқа қатысқанды қалайсың ба? Ащы бұрыш жеу. Сахараға барарда осы затты өзіңмен аласың ба? Су. Осы жануармен жекпе-жек төбелесесің ба? Қоян. Осы ойынды шын өмірде ойнайсың ба? Кальмар. Демалысты осы елде өткізесің ба? Үндістан. Үйде осы жануарды асырайсың ба? Жылан. Каспий Голдта осындай ақша болғанын қалайсың ба? 3 миллион теңге. Сыныбыңда осынша оқушы оқығанын қалайсың ба? 30 оқушы. Сен теңізге барғанда осындай ауа райы болғанын қалайсың ба? Ашық ауа райы. Сенде осындай телефон болғанын қалайсың ба? Nokia. Осы жерге кездесуге барар ма едің? Орман. Осындай жерде ұйықтағанда қалайсың ба? Жағажай. Осындай досың болғанын қалайсың ба?
Бомж.